Сендерге балалар? Сәлеметсіздер. Барлығымыздан орнымыздан тұрып, бір-бірімізбен амандасып алайық. Амансың ба алтын күн, амансың ба жолдастар, амансың ба достарым, сендерді көрсем қуанам. Жақсы, жарайды, отыра қойыңдар. Ал балалар, біз өткен сабақта қандай әріппен таныс болдық? Ал Дария айта қойшы. С әрпі дауысты ма, дауыссыз ба? Иә, қандай түспен белгілейміз, Дария? Көк түспен. Ал балалар, дыбыс дегеніміз не? Қол көтеріп жауабымыз. Төреғали, дыбыс дегеніміз не? Дыбысты не істейміз? Дыбысты айтамыз және естейміз. Иә. Ал әріп дегеніміз не? Олжан? Ал Төреғали? Жазамыз? Көреміз. Жақсы. Ал енді дыбыстар нешеге бөлінеді? Ал Дария орнынан тұрды, жауап берші. Қандай болып? Дауысты дыбыстар, дауыссыз дыбыстар. Жарайды. Ал дауысты дыбыстар нешеге бөлінеді? Екіге. Отырамыз. Бейбарыс жауап берші. Дауысты дыбыстар нешеге бөлінеді? Екіге. Дұрыс. Қандай болып? Ал Төреғали? Қандай болып бөлінеді? Асқар, жауап береміз. Дауысты дыбыс неше? Екіге бөлінеді дейді. Қандай болып? Олжан? Дауысты дауыссыз бөлінеді. Енді дауысты дыбыстың өзі қаншаға бөлінеді деді балалар? Екіге. Ал Дария жауап берші. Иә? Өте тамаша. Ал енді балалар, мен сендерге жұмбақ жасырам, мұқият жауап береміз. Үрлеп алып ойнауға болады, жинап алып байлауға болады. Шар, тамаша. Тікен пісте, қысы жазы бір түсте. Шырша, тамаша. Жазда тынығады, қыста зымырайды. Шана. Балалар, осы сөздерде бізге таныс емес қандай дыбыс естіп отырмыз біз? Ш, яғни бүгінгі өтетін әріпіміз Ш дыбысы екен. Ал қараңдаршы балалар, Ш дегенде қалай айтылып тұр? Қысқа. Неге ұшырап тұр? Кедергіге ұшырап тұр. Қандай түспен белгілейміз? Көк түспен белгілейміз. Ал балалар, енді қараңдаршы, Ш дыбысынан басталатын суретке қараңдаршы, тақтада. Ш дыбысынан басталатын сөздер. Шырша, шағала, қарлығаш, шаңғы, шаш, шегіртке. Тамаша. Ал енді Дария орнынан тұрда шырша сөзін буынға бөлші. Қанша буын? Ш дыбысы сөздің қай буында кездесіп тұр? Және? Екінші. Келесі әбілмансұр ненің суреті? Шағала. Буынға бөлші. Қанша буын? Ш дыбысы қай буында? Бірінші буында. Келесі Төреғали. Қандай сурет? Қарлығаш. Буынға бөлейікші. Қанша буын? Ш дыбысы қай буында кездесіп тұр? Қайтадан буынға бөлеміз. Қанша буын? Қай буында кездесіп тұр? Кім көмектеседі? Ш дыбысы қай буында кездесіп тұр? Олжан? Тамаша. Келесі Асқар. Қандай сөз? Ал буынға бөлеміз. Қанша буын? Ш дыбысы қай буында кездесіп тұр? Бірінші. Келесі шаш. Арсен, буынға бөлші. Шаш сөзін буынға бөлеміз. Төреғали, буынға бөлші. Буынға бөлмем екен? Жоқ. Ш дыбысы сөздің қай
Мұқият тыңдаймыз. Аталуында ш дыбысы кездесетін суреттерді тауып қоршап қой. Ал жұмыс жасаймыз. Бірінші тапсырма аталуында. Аталуында ш. Ойланамыз тағы да. Ш дыбыс. Тыныш. Тағы да ойланамыз. Асқар. Тамаша. Қошаймыз. Қошамды. Тамаша. Білмансыр. Тамаша дұрыс. Дұрыс. Қошаймыз. Қайсы келі ғой? Тамаша. Дұрыс. Бағалап қояқшы. Керемет. Жақсы. Ал енді балалар, мен сендерге жұптық жұмыс беремін. Қазір жұп болып, екі-екіден дыбыстық талдаулар мен сөзге дыбыстық талдау жасаймыз. Ал енді балалар, топтық жұмыс. Әр топына мен тапсырма беремін. Яғни, дауыссыз дыбыстар тобына, ішіне сыртына беремін. Яғни, мына жердегі әріптерді, мына жердегі дауысты дыбыстарды ішіне жабыстырасыңдар, дауыссыз дыбыстарды сыртына жабыстырасыңдар. Екінші топ, дауысты жіңішкері тобына, дауысты дыбыстар қай дыбыстан басталады? Яғни, суретке қараймыз, алғашқы әріпі қандай, сол әріпке сәйкестендіріп сызамыз. Үшінші топ сіздерге ш дыбысынан басталатын суреттерін естеңіз. Мына жерде суреттер берілген. Осының ішінен ш дыбысынан басталатын суреттерді тез-тез тапсырып шығамыз. Тез-тез ш дыбысынан басталатын суреттерді жапсырамыз. Бәріміз қосыламыз, топтық жұмыс, бәріміз бірге жұмыс жасаймыз. Әбілмал сұрып жасында жұмыс жасаймыз. Тек қана ш дыбысынан басталатын сөздерді жабыстырамыз. Мақташам әдісі арқылы алдымыздағы қызыл көк текшелермен бағалайықшы бір-бірімізді. Ал бағалаймыз бір-бірімізді. Тамаша. Ал енді бірінші топ ішіне сыртына. Балалар. Барлығымыз бүгін сонымен балалар қандай дыбыспен таныс болдық? Ш дыбысы. Қандай дыбыс екен? Дауысты ма, дауыссыз ба? Дауыссыз. Қалай айтылып тұр? Қысқа айтылып тұр. Ш дыбысын қандай түспен белгілейміз? Көп түспен. Ал балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды ма? Иә. Олай болса, алдымыздағы алма стикерді алып, сабақ бізге ұнады дейтін болса, яғни мен сабақты бүгін түсінбедім, айта алмаймыз десе, қандай түспен бояушы едік? Қызыл. Түсіндім, айта алмаймыз, түсіндіре алмаймыз десек,
Төреғали, саған сабақ ұнады ма? Несімен ұнады? Дыбыстық талдау, яғни жұптық жұмыс ұнады екен. Тағы да Асқар, саған бүгінгі сабақ ұнады ма? Несімен ұнады? Дыбыстық